Сәлем достар, бүгін сіздермен улитка печеньясының рецептімен бөлісемін. Бізге керек сары май, қант, жұмыртқа, ұн, қамыр қопсытқыш, ванилин, какао. Жұмсақ сары май мен қантты шанышқымен араластырамыз. Жұмыртқаны қосып араластырамыз. Ұн, қамыр қопсытқыш, ванилинді араластырып, електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп саламыз, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне какао қосып, какао толықтай қамырға араласқанша илейміз. Ақ және шоколадты қамырымыз дайын болды. Енді осы 2 қамырды да 2 бөлікке бөлеміз. Әр қамырды ұн сеуіп, пергамент қағазында жаямыз. Ақ қамырдың үстіне шоколадты қамырымызды қоямыз. Үстінен оқтаумен сәл басып, рулет ораймыз. Оралған рулетті холодильникке 30 минутқа қоямыз. Міне бізде осындай 2 әдемі рулеттер дайын болды. Рулетті кесеміз. Мен жұқа етіп кестім, өйткені қытырлақ, тәтті болады. Сіздер сәл үлкендеу етіп кессеңіздер де болады. Противенге пергамент қағазын төсеп, печеньяларымызды қойып шығамыз. Печеньяларымызды жөндеп, домалақ форма береміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Біздің осындай әдемі әрі дәмді улитка печеньяларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, тәтті, формасы, түрі әдемі. Қытырлақ болса да жұмсақ. Үйде бар заттармен жасалады, бірақ ерекше болады. Қараңыздар, ортасын өзі қандай керемет. Жасап көріңіздер, үйшілеріңізге барлығына ұнайды деген сенімдемін. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.